Саныңыздың екі ортасы қажалатын болса, онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Әйелдердің өмірінде болатын жазғы жайсыздықтардың бірі екі аяқтың, яғни санның ішкі жақ терісінің қажалуы. Бұл толық адамдарда ғана емес, кейде арақ адамдардың өзінде де кездесіп жатады. Әсіресе көбіне көйлек киетіндерде. Жүргенде ыңғайсыздық тудыратын болса, кейін тіптен тері қызарып ашуы әбден мүмкін. Мәселе сізге де таныс болатын болса, қалай алдын алуға болатынын біле жүріңіз. Егер теріде қажалу жаңадан пайда болып қызара бастайтын болса, бірден осы айтылған әдістердің біріне жүгініңіз. Біріншісі, теріге дезодорант себіңіз. Олардың құрамында әдетте медициналық минерал ұлпасы болады. Соның көмегімен терінің тайғанақтығын арттырып, қажалуды болдырмайды. Үйден шығар алдында теріңізге балаларға арналған сеппе сеуіп алыңыз. Егер сеппе табылмаған жағдайда кәдімгі асханалық крахмал ұнтағы да жарайды. Ұнтақтың қай түрін қолдансаңыз да, оны 2-3 сағат сайын жаңартып отыруды естен шығармаңыз. Аталғандардың ешқайсысы да қолда болмайтын жағдайда теріге қалыңырақ етіп крем жағып қойыңыз. Расында да бұл әдістің әсері көпке бармайды, әр 20-30 минут сайын жаңартып жағып тұруды талап етеді. Әр көйлекті бүлдіріп алу мүмкіндігі де барын ұмытпаңыз. Тағы да бір әдісі, ескі капрон шұлықтың балағын кесіп тастап, шорты секілді киіп алудың да көмегі бар. Ұзын етекті көйлек ішінен кисеңіз, көзге түспей тұрады. Есесіне теріңіз жайсыздық сезінбейтін болады. Соңғы әдіс. Осы мәселенің шешімін табу үшін арнайы іш киімді де ойластырып қойған екен. Жұқада жұмсақ шілтерден сақина түрінде тігілетін бұл бұйым бандолетка деп аталады. Киіп алатын болсаңыз, терінің қажауы мәселесімен қош айтысатын боласыз. Жазғы сауық сайранға, жылы жайлы жүріске қажалудың кедергі келтіруіне жол бермеңіз. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Келесі жүздескенше.